Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен фигуралардың аудандары деген тақырыптарға біраз қайталау сабағын жүргізбекпіз. Яғни, қазір біз сіздермен мынадай бірнеше үш бұрыштың ауданы, төрт бұрыштың ауданы, төрт бұрыштардың ішіне ромб, параллелограмм, барлық кіреді, трапеция, және де оларға іште және сырттай сызылған шеңберлердің, дөңгелектердің радиустарына қатысты аудандарға есептер шығарамыз. Енді бірінші мысалмен бірден бастайық. Ең бірінші мысалымыз АВС үш бұрышы берілген екен, және оның қабырғалары берілген. Енді бірден есебіміз түсінікті болу үшін мынадай үш бұрыш салайық. Бізге үш бұрыш АВС берілген. Қарап отырсыңыз, өздеріңіз берілгенінен қарап, үш бұрыштың қандай екенін көріп отырған боласыздар. Міне, АВ бізде 8 сантиметр дейді. АС 5 сантиметр. Және үш бұрыштың бұрыштарының қатынасы берілген. Яғни А бұрышының В-ға, оның С-ға қатынастары 3-тің 4-ке, 11-ге қатынасындай. Енді осы жерде бізге табу керегіміз, міне, үш бұрыштың ауданы. Ең бірінші бағыңызды білдіретін дүние, ол біз үш бұрыштың ауданының формуласын білуіміз керек. Үш бұрыштың ауданының дәл қазіргі бізге қажетті формулаларының біреуі, үш бұрыштың ауданының бірнеше формуласы бар. Бізге қажеттісі мына екі қабырға бар, және мынардағы бұрышты табуға болады. Біз сәйкесінше А төбесіндегі бұрышты, мынаны біз берілгеніне сәйкес 3х, мынаны 4х, мына жерді 11х деп белгілейміз. Енді ең бұл жердегі теориямыз сүйенетін үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус болады деген теория негізінде біз осы А төбесіндегі бұрыштың мәнін, яғни қаншама градус екенін тауып алғалы тұрмыз. Ол не үшін керек? Ол бізге үш бұрыштың ауданы бізде 2-ден 1 А көбейту В көбейтілген синус осы А мен В-ның арасындағы бұрыш. Яғни міне, осы үшін бізге мына А мен В деп, біз мынараны А деп, мынараны В деп ойласақ, бізге осы арадағы бұрыш керек болып тұр, міне. Яғни, енді мынадан есептеп шығарайық. Есептеп шығарсақ, 7, 7-ге 11-ді қоссақ, 18, яғни 18х тең 180 градус. Енді бұдан х-ті тапсақ, түсінікті, х-іміз 10 градус болады. Яғни, бұдан шығатын қорытынды бұрыш А тең 3х деп белгілегенбіз. Демек, біздің бұрышымыздың мәні 30 градус болады. Бұрыштың шамасы. Енді үш бұрыштың аудан формуласына қоямыз. Үш бұрыштың аудан формуласы 2-ден 1 көбейтілген. Енді бізде мына А-ның орнында 8 сантиметр көбейтілген 5 сантиметр тең. Енді есептеп көбейтілген, және мына синус бар. Мына синус бар. Синус 30 градус. Өйткені бізде олар арасындағы бұрыш 30 градус болды. Енді оны шығаратын болсақ, шығарып шайық. Мына 8 бен 2 қысқары 4, сол кезде 20 көбейтілген синус 30 градустың мәні сіздер білесіздер 2-ден 1. Бізде және мына сантиметр бар, сантиметр квадрат бірлігіміз жазып қойық. Демек, мына мен қысқаратын болса, жауабымыз 10 сантиметр квадрат екен. Яғни, міне, бірінші есебіміз осындай. Яғни, бізге ең маңызды дүние, ол мына үш бұрыштың ауданының формуласын білу, одан кейін үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус болатындығын білу, бұл есептің түйінді болды. Енді келесі есепті көрейік.